12'de аян үшін машинаны жуа салу әшім сән екен негізі. Кішкентайды ғой бұған. Әже кішкентайды ғой. Ассаламу алейкум рахматулла. Набалан емдетеміз ау, жабылып жүр. Машинаны жуып болғаннан кейін ары қарай бір жерге бастан бар еді. Бүгін түнгі 2-3-ке дейін қалада жүретін сияқты жоға. Интересно куда. Кеш құрметті достар, біз бүгін Наваттың бір ең интерьері керемет филиалына келдік. Ол бізде Мирас микрорайонында арқасына берсін қалдырғанын. Бүгін өзіміз еркектер болып, жігіттер болып, бір өзіміздің қазақ екенімізді есімізге түсіріп, тек бешбармақтан жесек па дедік. Қандай керемет бешбармақ қазысымен, сорпасымен баға жететін тамақ жоқ деп ойлаймын. Достар, қазір құнарланып, өзімізге нәр жинап, ары қарай жұмысымызды жасайтын боламыз. Келесі видео атмосферасын көретін боласыздар. Обязательно жазыңыздар Наватқа, келіңіздер, бешбармақты жеңіздер. Сағат 2-ден асты, біз үйге қарай енді келе жатырмыз. Сағат 11-ге дейін кататься еттік. Одан кейін костюмдерді барып тапсырдық. Қарнымыз деген ашып кеткен. Барып тамақтандық. Сонымен енді қайтып бара жатырмыз. Алла қаласа, бүгін уже 18-і. Ертең уже 18-не 19-на қараған түні иншалла ораза басталады. Машалла, орамалға келгелі менің алғашқы оразам. Аллахтың қалауымен өте керемет сезім. Баяғыда деген шынымен оразаны білімсіз ұстай беріппіз ғой, аш жүре бергенбіз ба. Оразаның сауаптары жайлы иншалла бөлісіп отырамыз, сториста айтып отырамыз. Алла қаласа. Негізі мен бүгін тауарға бару керек едім. Алла қасансыз мадақтар болсын. Альхамдулиллах, әр күніміз өте керемет өтуде. Шүкір Аллаға. Альхамдулиллах. Аллаға тапсырсаңыздар бар ғой, ештеңені уайымдамайсыздар ғой. Анау не болады, ол қалай болады, ананы не істеймін деген проблема болмайды да. Өткен Аллах тағала бізді бұл өмірге бірақ мақсатпен жіберген. Бұл Аллаға құлшылық, Аллаға деген адалдық. Адал құл болу үшін ғана жіберген да. Ал бірақ қалай ақша табам, қалай үйтем, қалай өсем, қалай дамимын дегенге бастарыңды қатырмаңдар, оны маған тапсырыңдар деген да. Тек қана әрекет жасаңдар, маған тапсырыңдар деген. Тапсыру деген нәрсе жаңағыдай, о Алла саған тапсырдым деп алып артынан уайымдау емес та, тапсырдыңыз ба, уайымдамаңыз болды. Енді бұл нәрсеге келу үшін шынымен де